Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Ақжайық арнасының эфирінде ғибарат бағдарламасы. Бүгінгі ғибаратқа арқау отқан тақырып Қазақстан Республикасының аумағында әртүрлі діни экстремистік ұйымдардың пайда болуы төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Тұрарбеков Абзал Бейбітұлы. Абзал мырза, қош келдіңіз. Абзал мырза бізде мына Батыс Қазақстан облысында Амал-Жайық қоғамдық қорының теолог маманы, исламтанушы. Абзал мырза енді жоғарыда айтып отқандай, мына Қазақстан Республикасының аумағында осы тәуелсіздік жылдардан кейін дінге еркіндік берілді. Соның енді жақсы, жаман, енді әртүрлі жақтары бар ғой. Сол мысалы қазіргі таңда республика аумағында өзіңіз жақсы білесіз, бірнеше топтар, ұйымдар Қазақстан Республикасының сотының шешімімен экстремистік, террористік деп табылған ұйымдар бар. Жалпы осындай топтар біз енді әу баста атауымыз 12 ғасырдан бері ислам дінін ұстап келді. Соның ішінде ханафи мазхабын ұстадық. Осындай әртүрлі, әсіресе мына өзіміздің дінімізге жат діни топтар қалай пайда болды және бұған не себеп болып пайда болды? Жалпы Қазақстан аумағындағы, бұл тек қана Қазақстан аумағында емес, бүткіл ТМД елдері болсын, ақш-та болсын, жалпы әлем бойынша, жалпы өзіңіз айтып өткендегідей, көптеген діни топтар бізде экстремистік және террористік топ деп танылып, оларға мемлекет тарапынан тыйым салынған болатын. Жалпы бұлардың пайда болуынан бұрын біз бірінші мұнаға өзіңіз айтып өткендегідей ханафи мазхабы деп жатырмыз ғой. Жалпы ханафи мазхабы осы қазақ даласына жалпы ислам келгелі бері осы ата-бабаларымыздың жалпы діни наным сенімдері осы мазхабпен, соның ішінде Абу Ханифа мазхабымен етене байланысқан болатын. Не үшін? Өйткені жалпы дін деген нәрсе, соның ішіне біз енді ислам дінін ұстанғандықтан жалпы ауызбіршілікте болу керек, және барлығы бір пікірде болу керек. Ол міндетті да. Не үшін? Өйткені деген әр адам әртүрлі пікірде болады, әртүрлі сана болады, әртүрлі ойы болады. Сондықтан да оның барлығы бір арнаға тоғысу үшін біз бір жолды ұстануымыз керек та. Соның ішінде осы мазхаб деген нәрсені құрған болатын үлкен ғалымдар. Соның ішінде осы Абу Ханифа деген ғалым, мазхаб дегеніміз қазақша аударған кезде мектеп, қарапайым тілмен айтқанда, жалпы мектеп деген мағынаны білдіреді. Енді осы бір мектеппен, бір жолмен жүру, ол мұсылмандардың ауызбіршілігіне және де татулығына, өзара көзқарастарының дұрыстығына алып келетін болады. Сондықтан да осы мазхабты ата-бабаларымыз таңдады, және де бұл біздің жерде емес, осы Орта Азияда осы Абу Ханифа мазхабын ұстанады. Яғни бұл ауызбіршілік үшін, яғни діни пікірде халықтың, болмаса жамағаттың бір пікірде қалыптасуы. Енді осыған сәйкес біз білеміз, жалпы ислам ғұмырында, исламның шағында көптеген ағымдар өткен болатын. Оның былайша айтқанда сипаттары да, олардың сөздері де, пікірлері де былайша айтқанда біздің қарапайым ұстануымызға қарағанда олардікі өзгешелік болды. Сондықтан да көптеген, айтып өткендей, көптеген топтар болды. Соның ішінде осы экстремистік, террористік топтарға келетін болсақ, енді бізде халықтың арасында көп жүрген ол бізге белгілі сәләфизм және де уахабизм деп жатады. Жалпы сәләфизм және де уахабизм деп жатады. Бұны жалпы негізін қалаушы Мұхаммад ибн Абдул Вахаб деген кісі. Ол кісі Нәжім өлкесінен осы Арабия төңірегінде 1703 жылы дүниеге келіп, сол жерде жалпы өзінің билігін, өзінің ғұмырын кешкен болатын. Жалпы Мұхаммад ибн Абдул Вахабтың жалпы атына байланысты осы вахабизм деген термин, былайша айтқанда вахабизм деген сөз халық арасында көп тарап кетті. Жалпы
бұлардың бұндай жолдардың экстремистік террористік топтардың мақсаты жалпы өздерінің идеологиялары көбіне мына буквализм деп жатамыз ғой, яғни қандай да бір нәрсені тік түсінумен, былайша айтқанда астарлы мағынасын емес, сөзбе-сөз түсіну несінде, былайша айтқанда мәселесі болады, проблемасы болады оларда. Сондықтан да осындай проблемалармен олар бізде экстремистік және террористік топтар болып есептелді. Енді жалпы бізге соның ішінде осы Қазақстанға қашан келді дейтін болсақ, енді ата-бабаларымыз ежелден Абу Ханифа мазхабын ұстанды. Осы мына біз тәуелсіздігімізді алғаннан кейін мүмкін біздің заңи тұрғыда, діни заң бізде мүмкін әлсіз болған шығар. Ол кезде енді үлкен мемлекет құрылып жатыр, оның ішінде көптеген мәселелер бар, тек қана дін емес. Сондықтан да мүмкін аса бір қатты мән бермегендіктен осындай топтар біздің елге кіріп кетті, өкінішке орай. Бұлар осы тәуелсіздіктің алғаннан кейін кіре бастады. Бізде мысалға шет мемлекеттерден кіріп әртүрлі идеологиялар таратылған болатын сол кезде. Енді ол Абзал мырза, мысалы топтардың біздің елге келгені, енді әрбір саяси бір топтың өзінің бір мақсат мүддесі болады, жастарды тарту немесе адамдарды өзіне көбірек мүше қылу. Жалпы біздің халқымыз енді ата-бабамыздан сол жаңа өзіңіз айтқандай Ханафи мазхабын ұстап жүрдік. Біздің жастарды немесе енді көпшілігі жастар ғой қазір, соларды соншалықты қызықтырып сол топтарға мүше болып, тіпті мына өзіңіз жақсы білесіз, осыдан бір 7-8 жыл бұрын, енді 5-6 жыл бұрын деп айтайық, мына Сирия еліндегі ислам ұйымы деп мемлекеті деп жариялағанда қаншама азаматтарымыз сол жаққа джихадқа кетіп қалды. Біздің жастарымызды соншалықты қызықтыратындай қандай мәселелермен олар өздеріне тартады? Жалпы бұның барлығы енді былайша айтқанда фанатизм деп жатамыз ғой, соқыр ерумен басталады. Яғни ең бірінші адамның білімсіздігінен басталады бұл нәрсе. Ақ қараны ажырата алмағандығы себепті. Соның ішінен діни мәселеде. Енді жалпы жастарымыздың не үшін бұндай бағытқа ерік беріп жатқаны, ол әрине біріншіден білімсіздік, екіншіден жалпы олардың былайша айтқанда қазіргі тілмен айтқанда мотивация дейді ғой. Яғни олардың мотивациясының күштілігінен де, яғни олар қандай да бір қиыншылық туып қалатын болса, бір-біріне көмектеседі. Қандай бір мысалға ақшалай болсын, материалдық, үй-жай болсын, болмаса азық-түлік болсын, қандай проблема болады, қандай мәселе болады, олар дереу бір-бірімен көмектесуге тырысады. Яғни сол арқылы былайша айтқанда ол жерде де бір үлкен былайша айтқанда ақшаның несі рөлі ойнайды. Яғни осы арқылы да олар жастарымызды өздеріне бірінші қаратып алады. Яғни сырт көзге қарағанда қатты ұйымшыл сияқты болып көрінеді. Ал бірақ та біз білеміз, мысалы қаншама қандастарымыз жусан операциясымен елімізге оралды. Олармен мысалға жекелей сөйлесетін болсаңыз, олардың әңгімесі мүлде бөлекті. Мысалы олар айтады, біз кезінде осы дінді ұстанған кезде, соның ішінде осы джихадқа бармас алдын бізді қаншама даярлады. Бізде ол жаққа барсаңдар, ел үшін, жер үшін, соның ішінде осы дін үшін қызмет қылып, дін үшін өзіңнің былайша айтқанда жаныңды пида етуге барып, сол жерден былайша айтқанда дінге қызмет етесің деп, солай мотивациялық нәрселер айтатын болады. Содан кейін олар соншалықты қатты сенгендігі себепті кетіп қалып жатады. Бірақ та олардың айтысы, ол жаққа баратын болса, қандай қиын замандарды, қандай қиын уақыттарды өткізген, қаншама қиыншылықтарды көрген. Ана жерде болып жатқан мұсылманды өлтіріп, соншалықты
қиыншылыққа түскенін өздерінің көздерімен көріп келді да. Сондықтан да олардың қазір елге келіп көптеген дұрыс емес түсініктерін жақсы жаққа дұрыстап жатыр да. Енді осының өзі бізге үлкен бір дәлел деп ойлаймыз да, яғни дұрыс емес екендігінде. Сондықтан да бұндай жастарымыз басында айтқанымыздағыдай фанатизм, оның ішінде осындай нәрсе жатырды деп ойлаймын. Халық арасында мынандай да сөз бар, мысалы сондай әртүрлі секталарға, топтарға мүше болсаң, одан шығармайды екен, өте қиын екен деген, ол осы қаншалықты рас? Ол әрине рас, өйткені біз енді теолог болғандығы себепті біз ол нәрсені зерттейміз, қараймыз деген сияқты. Осындай бір жайт жеке өзімнің басымнан өтті. Сондай бір бауырымыз сондай жағдайға түскен, сондай топқа ілескен, бірақ та ол өзі шыққысы келеді бұл топтан, бірақ шығатын болса, ол айтады, яғни мен шығатын болсам бұл топтан, мені былайша айтқанда адам құрлы көрмейді, одан кейін бір жиынға, тағы болмаса бір жақсылыққа болмаса атсалысатын болса, бұны ешқашанда қоспайды екен да. Яғни сондай немен, егер шығатын болсаң осындай болады, енді біздің арамызға жақындама, болмаса адам құрлы, болмаса мұсылман құрлы көрмейді. Яғни осы нәрсе оларға қатты батып, олар былайша айтқанда психологический атака жасайды, сол арқылы олар көп жағдайда сынып қалады. Бірақ дегенмен ондай адамның өзіне байланысты, егер шығам десе ол шығуға болады. Ол жерде ешқандай да қатты қысым деген сияқты ондай нәрсе жоқ. Ол заңи тұрғыда да болады, адами құқықта да ондай нәрсе болады. Бірақ та адам, егер сол топтан шығатын болсам, адам бір өзі бір топта бір жол жүргісі келеді ғой, қасында бауырларымен деген сияқты. Сондай нәрсені олар күтеді. Сондықтан да сондай нәрседен қорқады, былайынша негізі шығуға болады ол жерден. Енді Абзал мырза, осы жалпы осындай әртүрлі ағымдардың жалпына елімізге тигізетін зияны, немесе тигізген зиян деп айтайық. Енді 30 жыл болады, биыл Алла бұйыртса тәуелсіздігімізді алғанымызға. Мынау отбасылық қарым-қатынастағы зияндар қандай, басты зияндарын айтуға болады олар? Енді отбасылық мәселеге келетін болса, ол әрине ең бірінші ажырасу және неке мәселесі. Бұл осы экстремистік террористік топтар арасында, болмаса осы салафизм, ваххабизм арасында ол үлкен белең алып жатыр да ол нәрсе. Былайша айтқанда өзінің қарындасындай қызды некелеп алады, некелеп алғаннан кейін 2-3 күн болмай оны былайша айтқанда адам құрлы көрмей үйінен қуып шығады. Осындай жағдайлар көп алып жатыр да. Яғни қаншама қарындастарымыз мысалға жаңалықтарда да шығып жатыр. Мысалға бір қарындасы қаншама мысалға еркекке байға тиіп кетеді. Осы нәрсе ол үлкен зардапты. Яғни ол бізге қоғам үшін, ел үшін, жер үшін үлкен қауіп төндіріп жатыр да. Одан мысалы өскен бала қандай бала болады, одан тәрбие көрген бала қандай тәрбие көреді деген сияқты, осы нәрсенің арасында үлкен мәселелер жатыр да. Енді тағы бір зардаптардың өзі мысалы Сирияда, оның өзі бізге қаншама қандастарымызды, қаншама қазақ бауырларымызды құрдымға алып келді. Яғни мысалы Ақтөбеде болған оқиға қаншама адамды мысалға зардап шеккізді. Осының өзі қоғам үшін үлкен зиян екенін нақты бір белгілер деп ойлаймыз. Енді мынау ажырасу мәселесі, осының ішінен жалпы бұл діндар жамағат емес, жалпы қоғамда да өте өзекті мәселе. Енді әрине біздер жалпы мына діндар азамат болғандықтан барынша ол жауапкершілікпен қарау керек қой. Енді мысалы ол Құдайдың алдында уәде беріп, Құдайдың алдында ақ некесін қиып алғаннан кейін кейбір дүниелік болмайтын бір кемшіліктерге бола, не болмаса кейбір материалдық
жетіспеушілікке бола, ол қиыншылықты жеңудің орнына сондай қиыншылық кездескенде отбасын тасталқанын шығара беру, ол әрине дұрыс емес деп ойлаймыз. Бұл осындай көрініс мүмкін ол мына діни жауапкершілік, мына діни нормаларға деп айтамыз ба, діни әлде патуаларға, діни ұстанымдарға немқұрайлы қараудан болып туындайтын болар. Неге? Мүмкін ол да бір мына имамдарымыздың біздің айтып атқан жолымен жүрмей, әртүрлі осындай бір анау шейх айтты, мынау шейх айтты деу, мүмкін ол дінді жеңіл ұстауға, жеңіл қарауға, жеңіл дегенде ол атүсті қарауға алып келетін, бұл да мүмкін үлкен себеп болар. Қалай ойлайсыз? Әрине, ол деген ең бірінші айтып өткендегідей, былайша айтқанда білімсіздік қой. Білімсіздік. Екіншіден, ол отбасынан көрген тәрбиесі мықты болу керек та, ол баланың. Егерде оның жалпы ең басында негізі отбасылық тақырып қой бұл. Ата-анасы қандай да бір баланы тәрбиелеген кезде осы біздің қазақ салт дәстүрімізге, осы дәстүрлі бағыт дінімізге сәйкесінше дұрыстап тәрбие беру керек та. Екіншіден, ол балаға сол діни тұрғыда жақсылап білім беру керек. Және біліммен қоса сол білімге амал етіп көрсете білу керек та ата-анасы. Жалпы осындай нәрсе, жалпы әрбір нәрседе біз әрбір нәрседе өзіміздің отбасымыздан, ата-анамыздан көреміз. Яғни қандай да бір мәселе туындаса, осылай біз шешуге тырысамыз да. Сондықтан да білімсіздік ол ең әуелгі әсер ететін фактор да. Мұна жаңа тақырыбымызға қайтадан оралсақ, Абзал мырза, қазір арнайы жаңағыдай жоғарыда айтқандай, сол соттың шешімімен сол тыйым салынған ұйымдар бар. Және мен қателеспесем, сол арнайы соттың шешімімен интернетті қарасаңыздар, көрермендер, мына соттың шешімімен тыйым салынған діни әдебиеттер бар, экстремистік, террористік деп танылған. Тағы бір осындай, мүмкін ол соттың шешімімен тыйым салынбаған болар. Олар қазіргі таңда әлі де енді жасырын емес, елімізде, халық арасында жасырын болса да сондай идеологияда жүрген азаматтар бар. Сол азаматтар өздеріне мынау рухани сусындау үшін дейміз ба, әлде өздерінің сол дамытын, бағытын қуаттау үшін дейміз ба, жалпы сол мәліметтерді қайдан алады олар жалпы? Сол өздерін жетілдіріп отыру үшін, өзінің дамытын, бағытын насихаттау үшін. Жалпы бұндай бағыттағы кітаптар болмаса, бұндай бағыттағы адамдарды, шейхтарды дейміз, яғни өздерінің ғалымдарын, олар ең әуелгі интернет арқылы көреді. Яғни интернет арқылы көреді, сосын өздерінің ортасында сондай талқыланған кітаптар болсын, әдебиеттер болсын, ғалымдарды өзін ара талдайды. Бұл да үлкен әсер тигізеді. Яғни мысалға бір жамағат, экстремистік террористік топ танылған жамағат болса, соның арасында мысалы 4-5-еуі болмаса 2-3-еуі барып шетелге барып оқиды. Мысалға Мысырға, көбіне негізі Мысырға барады, болмаса Сауд Арабиясына барып оқиды. Сол жерлерде оқып жатқан сол жамағаттың өкілдері, олар арнайы кітаптар жібереді, болмаса арнайы өздерінің діни пәтуаларын айтады, діни көзқарастарын айтады. Керек болса, жасырын болсын, электронный болсын, кітаптарын тауып беріп жібереді. Осылардың барлығы етене байланысты. Сондықтан бұл кітаптар, бұл әдебиеттер қазіргі кезде оңай ғой, электронный вариантында табуға болады. Сондықтан да бұндай нәрсе негізі мәселе емес. Егер адам іздейтін болса, табатын болса, жалпы барлық нәрсені табады. Сондықтан да бұндай егер қандай да бір жалпы діни әдебиет болса, оны негізі
дін басқармасына немесе мешіттерге барып тексертіліп, сосын барып оқылған жөнді қарапайым халыққа осы нәрсені ескертуіміз керек. Қазір жаңа сөзіңіз аузыңызда біздің ана YouTube мысалы желісінде де пәленбай енді миллиондаған деп айтамыз ба, әртүрлі мәліметтер бар. Әрине оның ішінде жақсы да бар, жаманы да бар. Адам кез келген нәрсені тауып алады. Бұл айтқанда үлкен бір қоқыс ящик деп айтамыз ба, егер сіз оның ішінен ниетіңізге байланысты егер дұрыс мәліметтерді де керемет ақпараттарды да алуға болады, өзіңіздің біліміңізді көтеруге. Сонымен қатар неше түрлі әртүрлі теріс ағымдар да бар. Сонда желісін тыңдаған уақытта сондай жерлерден енді жасырын емес қой, халық енді уағыз тыңдайды басқа. Сондайда қандай жайттарға мән берген дұрыс? Осындай экстремистік, террористік ұйымдардың мүшелеріне тап болып қалмас үшін, болмаса солардың шейхтарын тыңдап қалмас үшін енді қарапайым адам қалай оларды ажырата алады? Манағыдай жалпы қандай да бір енді біз қазіргі ғасырда, қазіргі уақытта біз көбіне интернет желісімен байланыстымыз. Instagram болсын, YouTube болсын, қандай да бір интернет желілерінде біз байқаймыз көптеген мәліметтер бар. Оның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, оның барлығын ажырату қиын қарапайым халыққа. Сондықтан да оны белгіленген бір мамандар арқылы білініп, сұралыну керек та. Әйтпесе оны адам оны ажырата алмауы мүмкін да. Мысалға бір мәселені қарайды, қандай да бір мысалға интернетте бір сұрағын қойып жазады, сол жерде көптеген мысалға сайттар шығады, көптеген мысалға ссылкалар шығады да. Оның бәріне кіретін болсаң, мысалға 10 ссылка тұрса, 10 ссылкында 10 түрлі болуы мүмкін да жауап. Сондықтан да оны енді белгіленген, оқыған мамандардан сұрап қана оны шеше аламыз да. Яғни әр азамат енді біз тыңдама деп айта алмаймыз, енді бәрібір ол тыңдайтын адам тыңдайды. Сол салада егер өзінің бір шынында мәселесі туындап жатса, сол саланың жауапты адамдарына бірінші кезекте мына біздің Қазақстан мұсылмандары дін басқармасына, сонымен қатар жергілікті жерлерде болса олардың өкілдіктеріне, имамдарға жүгінгені жөн болады ғой. Әрине бұл өте басты бір өзекті тақырып, өйткені осы көп жағдайда біздің азаматтарымыздың ағымға түсіп кетудің алғы шарттары болуы мүмкін. Өйткені көп жағдайда мен тыңдай салайыншы, көре салайын, осы бір-екі неде тұрған ешнәрсе жоқ қой деп, әрине тыңдауға, көруге оны ешқандай тыйым болмауы мүмкін, ол ашық мәлімет. Бірақ сіз соны қате түсініп қалмас үшін, мүмкін содан егер сіз өзіңізде бір күмән туындап жатса, бір шешім қабылдайын деп жатсаңыз, сол мамандармен ақылдассаңыз, бұл нұр үстіне нұр болатыны әрине белгілі. Енді жаңа сіз айтып отырсыз, көптеген мына діни әдебиеттер олар бізге кіргізеді. Біздің білуімізше мына дін істер комитеті бар, жалпы мемлекеттің уәкілетті органы осы дін саласында интернет желісі болсын, әдебиет болсын қадағалау жұмыстарын жүргізеді. Бірақ дей тұрғанмен олар сол мәліметтерді алып тұр ғой, сонда олар қалай сол мәселелерге қол жеткізіп тұр, әлде кейбір мына шетелдік сайттарды бақылау қиын ба? Әрине, жалпы енді біздің жергілікті Қазақстанда, осы жергілікті облыста бұл нәрселер қаралады. Яғни осы соның ішінде осы экстремистік және террористік топтар болып танылған адамдардың, болмаса әдебиеттердің материалдарын жалпы тексеріледі. Яғни ол нәрселерге жалпы шетелдік ондай нәрселерге заңи тұрғыда әрине өзінің шешімі болады. Яғни заңи тұрғыда өзінің, егерде сіз экстремистік, террористік болып танылған топтардың материалдарын, болмаса әдебиеттерін, адамдарын тыңдайтын болсаңыз, ол жалпы мемлекет тарапынан ондай адамға мүмкін
айыппұл төленуі мүмкін да. Ал жалпы бұл нәрселер халық арасына кеңінен тарап кеткендігі себепті бұндай жағдай көп адамдарда кездеседі. Өйткені мысалға бір адам кезінде мысалы ВК желісінен бір парақша ашып, одан бір мәселені тыңдаған болуы мүмкін да. Бірақ ол нәрсе мүмкін паролін ұмытып кетті, мүмкін кезінде мысалы 10 жыл орын, 5 жыл орын қарап, сосын кейін ұмытып кетсе, ол нәрселердің өзі де қаралады. Сондықтан да қарапайым халыққа қандай да бір айтып өткенімізде қандай да бір материал болатын болса, оны бірінші тексертіп алу керек та. Ал енді діни сайттар олар мәселесі қиын. Енді уақытымызды қорытындыласақ, Абзал мырза, енді соңғы сұрақ болсын. Жалпы осындай әртүрлі күмәнді топтарға еріп кетпеу үшін біздің жастарға, енді сол жастардың өкілі ретінде өзіңіз де жассыз, сондай қандай кеңестерді берер едіңіз өзіңіз тарапыңыздан? Жалпы егерде енді бұл діни мәселеге байланысты ғой. Егерде қандай да бір жас болмаса, қандай да бір адам дінге келгісі келсе, ислам дінін толықтай ұстағысы келсе, сол жауапты маманнан барып сұрау керек. Және анық-қанығына өзі көз жеткізу керек. Өйткені Аллах Тағала Құранда айтады: егер білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар дейді. Яғни біздің ішіміз ауыртса, болмаса басымыз ауыртса, біз барып мысалға басқа болмаса инженер, операторларын барып сұрамаймыз ғой. Біз барып врачтан, дәрігерден барып сұраймыз. Сол себепті, егер адамда қандай бір діни сұрақ болса, сол мешітке барып өзінің жауапты мамандардан барып анық-қанығына дұрыстап жеткізіп сұрау керек та. Ал енді басқа діни топтарға еріп кетпеу, ол біздің жалпы өзіміздің қолымызда, былайша айтқанда. Ондай топтарға егер кіріп жатқан жағдайда, кіріп қалған жағдайда, егер күмәнді болсаңыз, онда сол топтан дереу шығып кету мүмкіншілігі болады. Сондықтан дереу шығып кеткен жөн ондай жерде. Абзал мырза, енді уақытыңызды бөліп келгенімізге алғысымызды айтамыз. Әрине, бізде енді бұндай топтар өкінішке орай елімізде соттың шешімімен тыйым салынғанымен әртүрлі кейбір топтар жаңа айтып жатқандай соттың шешімімен тыйым салынбаған, әлі күнге шейін заңдық тұрғысы белгісіз. Сот тіпті кейбір соттың шешімімен тыйым салынған ұйымдардың да өзінің кейбір жақтаушылары болуы мүмкін, ол енді жасырын емес. Сондықтан құрметті көрермен, біз сіздерді осындай әртүрлі күмәнді діни топтардан сақтандырғымыз келеді. Егер ондай бір діни топтарда бір күмәніңіз болса, өзіңізде сұрақтарыңыз болатын болса, мына біздің сол дін мәселелер зерттеу орталығының 24-46-46 сенім телефоны бар, осы облыс орталығында, немесе мына облыстық мешіттің имамдарынан келіп сұрауыңызға болады. Жалпы енді осы қысқа тақырып, қысқа уақыттың ішінде біршама мәселе қозғалды деп есептейміз. Шынайы өмірімізде ғибрат істеріміз көп болсын.